президентіміз әрқашанда сол транзит, транспорт мәселені өте биік көтереді, өте маңызды деп санайды. Сол себепті бізге көлік саласына жаңа мамандар өте керек. Мысалы, азаматтық авиация ол қазір қатты дамып жатыр. Жыл сайын 10-15% өсіп бара жатыр. Жаңа мамандар, пилоттар, инженер, диспетчерлар керек. Азаматтық авиация өте қызық сала, бірақ өте жауапкершілік биік сала. Сол себепті мына жалақысы да аз емес. Мысалы, пилоттардың жалақасы, орташа жалақасы 10-15 мың доллар айына келеді. Оған оқу керек, тіл білу керек, денсаулығыңыз мықты болу керек. Бірақ сондай бір қызықшылық білдірсеңіз, бізде сондай оқу орындары бар.